Здравствуйте, в эфире «Вести». СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. Бәріне сәлем, біз бүгін ТМД елдерінің даму кезеңіндегі ең маңызды оқиғаны айтатын боламыз. Бұл оқиға КСР-ның ыдырауы және де басқа да жаңа мемлекеттердің пайда болуы. Бұл оқиға тек қана саяси немесе экономикалық мәселе емес, бұл миллиондаған адамдар дүниетанымын өзгерткен оқиға болып есептеледі. КСР мемлекеті 70 жыл бойы ең алып мемлекеттердің бірі болып есептеліп келді. Бірақ ішкі дағдарыстардың кесірінен ол ыдыраған болатын. Бүгінгі видеода біз осы күрделі процестің адамзаттың психологиясына және де қоғамға қандай әсер енгізгенін, тағы да қандай тәуелсіздік мемлекеттердің құрылғанын талдайтын боламыз. КСР-ның ыдырауы адамдардың психологиясында үлкен дағдарыс тудырған тарихи кезең. Ұзақ жылдар бойы қалыптасқан кеңестік жүйені біздің халқымыз бітпейтін мәңгілік деген оймен өмір сүріп келді. Бірақ ол күйреген сәтте біздің адамдарымыз жаңа жағдайға дайын болмады. Көптеген жаңалықтарға тап болды. Мәселен, жұмыссыздық, тұрмыстық тұрақсыздық және келесі күнге деген сенімсіздік. Көптеген психологиялық дағдарыстарды айта кететін болсақ, қорқыныш, сенімсіздік және де үрей. Бірақ бұл кезеңнің бізге жақсы жағы да тиді. Мәселен айта кететін болсақ, ой еркіндігі, өздерінің өміріне жеке жоспар құра білу сияқты қабілеттерді бойына дарыта бастады. Бұл кезең бізге маңызды да тарихи сәт болды. Лечение. Жильем нас обеспечивало государство. Зарплату получали вовремя, в строго определенные дни. Безработицы не боялись, потому что ее не было. Словом, о многом, что сегодня может вызывать беспокойство, раньше мы даже не задумывались. Социология ғылымы КСР-ның ыдырауын қоғамдық құрылыстық өзгерісі ретінде қарастырады. Кеңестік кезеңінде қоғам бір орталықтан басқарылып, барлығы жоспарлы түрде реттеліп отырды. Әлеуметтік таптар айқын болмады. Ал ыдыраудан кейін қоғамда жаңа құбылыстар пайда болды. Нарықтық экономика, бейімделген кәсіпкерлер тобы қалыптасты. Жаңа партиялар мен қоғамдық ұйымдар ашылған болатын. Ақпараттық еркіндік пайда болды. Ұжымдық сана әлсіреп, әр адамның жеке жауапкершілігі артқан болатын. Қоғам бұрынғыдай бір тәртіппен емес, түрлі көзқарастармен дами бастаған болатын. Сонымен қатар ұлттық мәдениеттер мен дәстүрлердің жаңғыруы байқалды. Бұл әлеуметтік тұрғыдан үлкен өзгерістерге жол ашқан болатын. КСР-ның құлдырауына бір ғана себептер емес, бірнеше себептер әсер етті. Оның бірінші себебі экономикалық дағдарыс. 1980 жылы өндірістің баяулауына орай дүкендерде азық-түлік тапшылығы пайда болды. Яғни экономика жүйелік жобаға тәуелді болды. Екінші себебі республикалардың тәуелсіздікке ұмтылуы, яғни әр халық өзінің тілін, мәдениетін дамытуға еркіндік талап етті. Үшінші себебі идеологияның төмендеуі, яғни халықтың билікке деген сенімділігі жоғалуы. Сол себептердің барлығы билікке қатар әсер етіп 1991 жылы КСР-ның құлдырауына алып келді. КСР тарағаннан кейін оның құрамындағы 15 республика тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасты. Олар Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Украина, Беларусь, Балтық елдері және басқалары. Әр мемлекет өз болашағын өзі жоспарлап жаңа мемлекеттік институттар құрды. Конституция, парламент, президенттік басқару жүйесі. Қазақстанда осы кезеңде үлкен өзгерістер жасады. Ұлттық валюта теңге енгізілді. Шекаралар бекітілді, мемлекеттік рәміздер қабылданды. Бұл тарихи кезең әр ел үшін қайта жаңғыру кезеңі болды. Жаңа саясат, жаңа экономика, жаңа қоғам құру процесі басталды. КСР-ның ыдырауы қазіргі қоғамға үлкен ықпал етті. Мысалы, қазіргі жастардың кеңес берулері мүлдем басқаша. Мысалы, шетелге шығып оқу, еркін ақпарат алу, шетелге саяхаттау деген сияқты. Ондай мүмкіндері бар. Экономикада түбегейлі өзгерді. Нарықтық жүйеде жаңа мамандықтарды, жаңа кәсіпкерлерді түбегейлі өзгертті. Сонымен қатар мәдени
өзгерістер жүрді. Ұлттық салт дәстүрлер қайта жаңғырып, тілге, тарихқа деген қызғаншылықтары артты. Қазіргі заманда еркін ойлау, жеке даму, бұның бәрі КСРО-дан кейінгі қалыптасқан нәтиже. Бүгінгі заманда еркін ойлау, жеке даму, оның бәрі КСРО-дан кейінгі өзгерістердің нәтижесі. Бұл тарих кезең, яғни жаңа ұрпақтардың қалыптасуына әсер етті. Қорытындылай келе, КСРО-ның ыдырауы тек тарих оқиғасы ғана емес, адамдардың психологиялық және социологиялық дамуына өте үлкен үлес қосты. Бұл процесс бізге қоғамның қалай өзгеретін, халықтың ой санасының және де мемлекеттердің қалай дамуына әсер етуін көрсеткен болатын. Тәуелсіз елдер өз дамуын бастады, жаңа мүмкіндіктер мен жаңа бағыттар пайда болған болатын. Бүгінгі Қазақстан осы тарихи өзгерістің арқасында қауіпсіз, тәуелсіз және дербес мемлекет болып атанды. Біз өткенді түсіну арқылы бүгінгі күннің құнын, тәуелсіздіктің маңызын сезіне аламыз. Өшіре сал. Әдем.